رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد Ассаламу алейкум, құрметті көрермен қауым. Айлардың сұлтаны қасиетті Рамазан айы мұбарак болсын. Міне Құдай қаласа көптен күткен момын мұсылманның сағынышы, ғибадаттардың фарыз болған үкімдердің ең үлкен ұлығының біреуі қасиетті ораза айы, Рамазан айы, ораза тұтушының үлкен қуанышы. Енді осы Рамазан айындағы ең әуелі құлшылығымыз таңның атысынан кештің батысына шейін ораза тұту болса, ауыз ашқаннан кейінгі қосымша құлшылығымыз сүннет болған амалдың біреуі тарауих намазы. Жалпы тарауих намазы біздің тілімізде, қазақтың тіліне аударған уақытында демалу деген мағынаны білдіреді. Әрине біздің кең қолданыстағы тілімізде тарапы деп айтылып кеткен намаз, бірақ негізгі мағынада атауы оның тарауих. Яғни құптан намазы кірісуімен, құптан намазының уақыты кіруіменен әуелі құптан намазын оқып, онан кейін 20 ракағаттық оқылатын бекітілген сүннет намазы осы тарауих намазы. Енді тарауих намазы үкімін әлгі айтқандай сүннет намаз дедік. Пайғамбарымыз оған арнайы хадис келтірді. Күнәларымыздың кешірілуіне себеп болатын құлшылық деп бекітілді. Демек, бұның да үлкен әжір сауапқа, жақсылыққа толы екені ақиқат. Себебі Рамазанның түндерінде күндізі аузы бекітіп, барша пендеу істерден алыс болған адамның түнгі де құлшылығы осы тарауихпенен жалғасатын ақиқат. Сондықтан момын мұсылманның ниет қылған тарауихы, күндізді ұстаған оразасын Алла тағалам осы айдың баршасында қабыл етсін. Келесі жылғы Рамазанға аман-есен жетуімізді насіп етсін. Алла тағалам тарауихты бізге жанымызды, жүрегімізді демалдыға нәсіп қылды ма, сол оқыған намазымыз, сол жасаған ғибадатымыз, құлшылығымыз, дұға тілегіміз жанымыздың демалуына, жүрегіміздің демалуына Алла нәсіп етсін дейміз. Алла разы болсын.